Бәрекелді. Қазір болады. Ух, мына қараңыз, ух. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сонымен достар, бүгін 21 мамыр, көптен күткен біздің тыйым салынған, яғни запрет бітті. Біз Фараби аға екеуміз келдік. Ассалаумағалейкум, Астана балықшы арнасының көрермендері. Қайырлы күн. В общем, сразу шығып кеттік, қараған жоқпыз ештеңеге. Бүгін 21-і. Осындай бір жерге келдік. Бұл Нұра. Нұраның сағаларының бірі, айтқан кезде. Осындай керемет жер. Бүгін балық олаймыз, көреміз бұйырған не түседі. Короче, мінекей сағат 8:25. Бүгін 21-і. 8-де кеп тұрып қой. Қаладан сағат 5-те ма шықтық қой. Айналып жүрдік. Нұрада су биыл жақсы келген. Жақсы келген дегені мана Сабындардан өткен кезде Сабындырда су біраз екен. Так, мына дайын прикормка. Аха. Нені? Естесем екен. Свежий прикормканы ашсам ба, ашпасам ба? Жоқ, барын ете берейік. Өткендегі ма? Иә. Олшын достар. Лақтырайын деп жатырмын, мынандай мінекей. Мынандай жемтік салатыны. Басынан мынандай шүйір салып қойдым. Бисмилля. Ал, қоңыр ау. Крючогын жеп қойған жоқ па? Ситуация бұлай. Мына жерден қармаққа аулап жатыр. Мына жерде мұны доңкым тұр. Бұны жаңа алып жақын жерге лақтырдым ғой шамаға. Арғысы алыста тұр. Арғысында тірі балық тұр. Жақын жерде жаға жақта. Үшіншісі. Фараби анау қармаққа аулап жатыр. Тірі балыққа. Ән. Иә. Тірі балыққа. Тірі балыққа бірде. Опа, жоқ. Балықтың өзі ме? Балықтың өзі ме? Опа, тістеген. Аңғарандар. Конкретно тістеген ғой мынаны деген. Айыр өткен ғой үстінен. Жоқ, көп болған жоқ осы лақтырғанымыз. Фараби ағам бірден тірі балық салып еді, бірден түскен сияқты. Шабақтың өзі емес пе? Қой ол шабақ қойды. Ой, тапамайды деп ойлайсың ба? Тоқ. Көрейін бе? Шорағай шақты. Шорағай. Шамымен 800 грамм шығады. 600 ба 800 ба где-то сондай. Қазір спиннинг лақтырайыншы осы жерге. Қазір. Дәл осы сәтте. Пока жіберу керек сияқты. Мына жерде мен тұттай балық ұстап алғам. Мен спиннинг лақтырайыншы сол жерге. Ау, совсем құттай сияқты. Қазір. Мына жерде жиналып алған сияқты ғой что-то. Ой, бисмилля, құлап қалғаныз. Мына жерде шортан көп дейді, көрейік.
Балық түскен жерге шауып келдім ғой мен де. Сіздің орныңызға шауып келдім ғой деймін. Қайда? Толып жүрген шорағайлар қайда? Қанағынан көтпесін. Тірі балығымды бірден түртіп жатыр. Қайда? Тартса енді. Бірден түскен сияқты. Опа. Алабұға. Хе-хе. Яғни не шабақ кішкене болды ғой. Болады, нормально. Андай алабұға. Алабұға кәдімгідей нетеді ғой. Жібер. О, тірі анау. Шабағыңды берді ма? Берді. Мынау құтта емес пе? Не айтасың, жібересіз бе? Балықты айтам. Алуған айтасың ба? Қуыруға пойдет пейлі. Адам бола ма? Қом тістеме, жібер. Иттің ғана баласы. Адам болмайды сияқты что-то. Жіберейін бе? Жібересің. Үлкен түсер. Давай, сау ал. Ой, мәссаң керек болса. Осыдан үлкендей түссе, құрамыз кетті. Адам болады ол. Так, мынау мен өле қоймапты. Ора, дем алып жатыр. Неше минут болды бір? 5 минут қана жеткен жоқ қоян салғанымызға. Міне жыртқыш көп сияқты. Бірақ бәрі кішкентай сияқты. Әлі үлкенін көрмедік. Бұлай. Жетет осы. 2 минут сайын әрбір. Соны тағы қауып жатыр. Тағы бүйтіп тартсын әдемілеп. Бың еткізіп. Соны көрейік та. Өлген балыққа дым қайғырып тұрған жоқ бұлар. Үндемей қалды. Камера қосса. Үндемей қалды тұрған болар басында. Маған кәдімгідей шыдырлатқаны керек болып тұрғандай. Дүңгіз деп. Қайсы? Менікі шортан болу керек. Жоқ, ішінмен алауған. Әне. Менікі алауғаның аузына сыймайтын шабақтарда менде. Тартын ба? Кетіп қалды. Балғын бірге алып кетті. Алып кетті ма? Мынау күшті не етеді екен, я? Метровой ма? Қандай қармақ өзі? Ұзындығы. Бұл қолдан жасалған кесіп жағын ғой. Қысқартып специально. Осындай короткий расстоянияға жасайтын ғой. Асты мынандай напрямую қойса салады. Күшті майсады екен, бірақ басы жұмсақ. В общем, жек кетті. Бізде тірі балық жоқ оны. Мынаны бір тексерейін, манан бірдеңе болды ғой бұған. Бір не істеді, екі не істеді. Анауымды да лақтырып қою керек сияқты. Бірден бар сияқты. Иә. Алауға тұр екен. Кәдімгідей жұтып болған ғой, кәдімгі ерсіленіп. Тамағына кетіп қалған ғой. Көп мұнда алауға, короче. Кәдімгі ет салып көрейік, қалай болады екен етке. Каждый лақтырған сайын түсіп жатыр ғой. Давай, осы жол тағы жіберіп білем, мен осыдан үлкен түсу керек. Үлкендерін күтіп өтік маған бір кеме жатыр.
қалды. Кішкене тоңқайып қалды. Қатты лақтырып жібердім ғой деймін. Әне. Үй? Адам болмайтын түрі бар ананың. Өтірік алдап жүр бізден ағаш. Кетті. Достар, мына доңқыға бірде қауып отыр. Кетті ме? Жоқ, тұрады. Опа! Опа ма? Бірдеңе бар. Ой! Табан. Леш. Болды. Леш шөп көрініп кетіп қалды. Жаңа мынаған кетіп қалды ана жерде не? Табан. Мынау да манан бері шыдылатып жатыр. Біздер шешіп отқанбыз ғой. Қазір шешіп болғасын кірісеміз. Күтме. Қандай живец жоқ та? Қызықта неге түспейді? Әкел живецқа стоп берем. Қазір стоп берем живец. Нома? Живец керек болса, живец қазір неден шығарамыз. Опа, мінекей. Как раз сізге үлкендеу. Жос, осындай қойып атсың шортанға. Қатты үлкен емес, мына құста қойып жүрген біздің. Сұмырай нені жеп кетті ғой. Тағы бір ұстап берейін бе? Мына қармақ керім қармақ екен. Бұттай тірі балық ұстайтын. Бүйткі лақтырасың да. Ой, мынау. Мынау да ірілеу кішкене. Мә, бірақ мынаған қара. Кәдімгідей ойып тұрген ғанан. Осып кеткен біреу. Мына жердің шабақтарында бәрі тістеп саған. Ох, мына қараңыз. Мынау қуырға қалады ғой. Малковый қармақпен болу керек. Ё-майо, қараңыз. Мынау қуырайық. Сабақ бар ма? Бар. Мына қармаққа әдемі кәдімгідей қайыстырды ғой. Иә, мұны. Малковый қармақ қандай күшті ғой. Қазір тағы көрейікші. Азарт шақырып жіберді ғой. Күшті қармақ екен ше, карбоновый. Майсады екен. Бұл неға фидер ғой, артын салған жоқпын просто. Бәсе, мен ойладым, түбі жоқ па не ойлайды. Достар, сіздердің қолдауларыңыз арқасында біздер 4000 подписчикке жеттік. Міндетті түрде комментарийде астында бізді қай қаладан көретінізді жазып кетіңіздер. Және каналға міндетті түрде жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және WhatsApp группа бар, сол жерге астына сілтеме қалам тіркелсеңіздер болады. Короче, достар, спиннингке шортан ұстауға барады, мына жаққа қарай. Мына жерде орын бар. Мына жерге адамдар болған ғой. Саған, не істеп тұрсың мына жерде? Бісміллә деп көрейік мына жерден. Бармысыңдар шорағайлар, бармысыңдар шортандар. Қалай жалпы сендердің жағдайларың деп ойлаймыз. Мен спиннингке әлі қызыл шайнекпін. Опа. Әнекей, әппәрекелді. Шорағай. Әппәрекелді. Бауырым, сен қатты неғымай, сен жібереміз қазір, жарай ма? Қатты қиналмай-ақ қой. Өсесің, өнесің, сосын келесің. Давай. Сау бол. Қана жерден алып отыр ғой.
Шортан көп мына жерде. Бірақ сол ылғи осыдан үлкен көрмедік ал. Осыдан үлкен көрмедік. Опа! Мынау дейтін сәби ғой, сәби. Сен жұтып қойған не сәй? Йо, сәби, сәби. Не істедің сен, не істедің? Мәссаған, ауызынан қарсы қаз жерін жұтып қойған. Адам боласын бейінде қазір сен жіберсем. Қой. Жіберейін деп жатыр мен сені деген сұмырай нағыз. Аш аузыңды, аш. Адам болады деп ойлайсыздар ма, қалай ойлайсыздар? Достар, адам болады деп ойлаймын мен ал. Кетті ғой? Зор! Өліп қала ма деп қорқып едім. Олай жұтпандаршы. Енді тағы солай жұтатын болса болды, ауламаймын мұнда. Не пайда бәрін өлтіргеннен, бәрі алмаймын оны. Оппа! Ана жерге келгенде алды ғой. Әнекей. Шортандар, шортандар. Мен сияқты андай қызыл шайнектерге өте мықты. Так, осы жерде. Ал, кәнекей. Кәнекей. Оппа, давай. Ой, жағаға келген. Қазір мына жерде жүр ғой мұны. Алам екен. Бес салым деп қояқшы. Соңғы 5 салым ал, біріншісі кетті. Осы бесеуінен бір ұстамасақ кетеміз ал. Давай. Ой! Алабұға! Соңғы бесеуден біріншісінен түсіп жатыр ғой. Алабұға! Сау бол! Бүгін бәріне амнистия болып жатыр әйтеуір. Бүкіл балыққа амнистия болып жатыр. Екінші салым ал көрейік. Мына басы қатты екен, ана қатты сезбейді, алабұғаны дұрыс сезе алмай қалдым. Жерге үрініп қалдым. Ал 5-ші айдалаға кетті ғой, аспанға ұшып кетті ғой. 5-ші салым. Осымен болды. Доғарамыз. 5-ші салымнан кейін болды. Бірақ не деген бар? Контроль не деген бар? Оны лақтыру керек. Ол бөлек саналмайды ол. Деп қоса берсең. Оп. Так, болды ал. Бармен базар. Сонымен, достар, жел болып тұр енді кішкене. Даусымды қаттырақ сөйлеймін. Каналға жазылайық, лайк басайық. Достарымызбен видеоны бөлесейік. Бұйырса, жаңа жоба болады YouTube каналда осы видеодан кейін шығатын болады. Міндетті түрде өте қызық жоба болады. Қазір біз жобаны дайындап қойдық. Бұйырса түсіретін боламыз. Осы балық аулауға байланысты түсіреміз. Өте қызық контент болады, достар. Қазір біздер басқа жерге баратын боламыз. Кәдімгі Нұран өзіне баратын боламыз. Ақысы бар жерге. В общем, достар, план мынандай. Мына жерден қазір шабақтар ұстап аламыз. Мына шелекке салып алып кетеміз. Басқа жерге барамыз. Мына жерде крайне ыңғай шорағайлармен кішкентай алабұғалар тек қана түсіп жатыр. Бір анау аққайран түсті. Бірақ бізге ұнамай тұр, сол себепті қазір мына кішкентай қармаққа тірі балықтар толтырып салып орнын ауыстырмақшымыз. Нұраның несіне бармақшымыз, өзіне. Мынандайлар да түсіп жатыр, мінекей. Шынашақтай. Бұл да керек. О, шым кішкентай балықтар ұстау үшін мынандай жемтікті аламыз да. Машинен ұстап тастадым мен біраз. 5-6 тауын ұстап тастадым. Әлі ұстау керек.
Ой. Түсіп жатыр ғой уже. Жемтік лақтырып жатса. Жемтік сияқты сүйіп береміз ғой біздер deyip тұр ғой бізге. Осым достар жиналып болды, қармақтардың бәрін алып тұрып көшейін деп жатырмыз. Тірі уақыттарды алып кетеміз. Жомар жүгіріп жүр қазір суын. Мә біреу түспей қалыпты байқұс, секіріп кетті ме екен. Мына қазір мана ұстаған балғымды жібере салам. Жалғыз өзі не істейді ол қазір. Тірі екен, о! Мынандай ақ қайран дейтін балық. Давай аман бол, сау бол. Сәлем айт бәріне, подписчиктерге. Өскесін түсетін бол, ема? Давай. Кетті. Короче, достар, мынандай жер тауып алдым. Мына жер жағасына машинамен су болады даже. Орын деген мықты, суперсің. Түсіп кетесің. Былай қаратып қоясың. Мына жер желді емес. Тып-тыныш. Оба, бісміллә. Керемет мына жердегі мощный. Ана жерде бір орын бар дедіңіз ғой, Мына енді кішкене биікте, бірақ қоюға болады бірден. Ана неге судаққа қоя салу керек. Мына жерде мусор жаққан біреулер мынандай. Кеп керемет жер мынау деген. Анда жағасы ыңғайлы жер ошо. Балық деген толып жатыр дейді мына жерде. Көреміз қазір. Тегенді ұстап алу керек. Тек ұстау керек, шығарайық азаттарды кері. Мына жер сосын желді емес күшті болып тұр, Тек не масасы бар, ағаштардан болады. Ана немізді шашып аламыз, инеліктер жүр ғой уже. Осы инелік қайсысын бірден жейтін еді ғой. Міне маса шағып жатыр. Слишком қатты қарастырмай керек. Парабиянканың жақсы қалып отыр. Сен анжақ сылдырып отыр. Анжағын сылдырып отыр. Опа. Мына жақта шығару қиын болады. Короче, шыдырлатты. Екі пулмен келіп ана жерге құлап кеттім. Камерада құлап кеттім. Бірақ шыққанда балығын тістеп тастаған, бірақ жоқ. Білмеймін, кішкентай балықтар ма, не тістеп жүргенде. Құлап кету қалдым ғой жағадан. Жүгіріп барам. Камерада құлап қалды. Асықпай бару керек екен. Опа, парабиянка. Лишка. Бірдеңе түсті мынаған. Бірдеңе бар ма? Бар кен. Несіне ұқсын ба, нені қарашын әйтеу қарашын істейсің. Бірдеңе келеді, бар. Шағында бірдеңе өтен. Жоқ. Подъязк. Ана бара. Қалдырамызды? Нарезкаға? Или жібере берейін бе? Жібере бересің, ана балықтар бар ғой кішкентай. Онда кішкене әрі лақтыру керек дейсің ғой да, менікінде. Ал бізді отырғызбады. Тағы шыдырлады жана. Сол асықпай кетім. Бәлесінен аулақ. Құлақ көтсем де. Тартпай тұр что-то. Мына жерден шығару қиын болады. Жоқ, іштеме жоқ. Ха-ха, балығы да жоқ.
Балғын жеп кетті. Жеп кетті. Достар, мен мына жерде раскладушка қойып ұйықтайын деп жатсам, Фарабиға мына жерде көксерке ұстап алыпты ғой. Бар екен ғой әйтеуір, мінекей. О, мықты мынау. Мынаны қуыруға болады. Қуыруға болады. Маса қосылып кетпесе ішіне. Жоқ, дәл қазір емес, сәл. Екіншісін ұстап алайық. Сосын точно қуырамыз. Ақыр жүр ұстадыңыз ғой әйтеуір. Қанша сырылады. Аллам дедіңіз, крючогын ауыстырамыз, үйтем ақыр. Бұйыртты. Бар екен ғой, бар. Әп бәрекелді. Сонымен достар, сағат 7:32 болып жатыр. Фараби ағаны жерде екі көксерке ұстаған. Мен мына жерде бір ұйықтап алдым. Мынау жерде жылқылар жүр. Күн тып-тыныш күшті болып тұр қазір. Осы манағы нелерді пісірейін деп жатырмық. Балықтарды. Кешкі тамақ. Қазір балық қуырамыз. Солай кесе берсеңіз болады. Шай қайнатып жатырмық мына қараңыздар. Тавамен шай қайнатқан. Үйге шайнекті ұмытып кеткенбіз ғой мына. Тавамен су қайнатып. Әне. Бәрі бірнеге сияды екен. Әне. В общем, қуырылған балықты жеп алдық. Қармақтарымыз әне. Маса көп екен. Салқын, сосын мынандай дымқыл болып жатыр. Суда бір шалпылдаған еш түрлі дауыстар шығып жатыр. Міне екі қармақ қойып қойдым. Хош, мінекей балға аулап болдық. Жағада ештеңе қалдырған жоқпыз. Барлық нәрсенің барлығын алып кеттік. Қоқыс ештеңе қалдырған жоқпыз. Қайта мінекейдің бәрін жинап, реттеп қойдық. Кетіп баратырық енді. Бұйырса сіздер каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Видео осымен аяқталды. Бұйырса келесі видео өте қызықты видео болады. Иіс не деген жаман.